Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Мұхамеджанова Қарлаш Қанатбек қызы, Алматы облысы Райымбек ауданы Сауранбаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Бүгінгі сабағымыз 3-ші сыныптың қазақ тілі 24-ші сабақ. Балалар, бүгінгі сабағымыз қызықты болу үшін сабағымыздың тақырыбын мен сендерге жұмбақ етіп ұсынғым келіп тұр. Ендеше суреттегі зат атауларына ортақ дыбысты атап көріңдерші. Велосипед, трамвай, автобус. Осы сөздердің барлығына ортақ қандай дыбыс? Иә, В дыбысы балалар, дұрыс таптыңдар. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы В дыбысы. Оқу мақсаты В әріптері бар сөздерді сауатты жазу. Ендеше сендер бүгінгі сабақтан В дыбысы туралы білімдеріңді пысықтап, толықтырасыңдар. В әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жасай отырып, сауатты жазуды үйренесіңдер. Ендеше балалар, 20-ші жаттығуға назар аударайық. Оқулығымыздың 51-ші беті. Мәтінді оқы дейді. Ал балалар, мұқият мәтінді оқып шығыңдар. Жақсы балалар, сендерге түсінікті болу үшін мен тағы бір қайталап оқып берейін. Велосипед сөзі желаяқ деген ұғымды білдіреді. Оның түрлері көп. Автомобильдің жүк салғышына сыйып кететін шағын немесе жиналмалы велосипедтер бар. Оларды жолаушылар өзімен бірге трамвай, автобусқа алып кіре береді. Велосипед қоршаған ортаға қауіпті емес. Велосипед тебу аяқ бұлшықеттерін жаттықтырып, сені шымыр қылады. Сондықтан оны басты көлігің ретінде таңдауың экологияның жақсаруына қосқан үлесің болып саналады. Мәтін түсінікті болса, балалар, бірнеше сұрақтарына жауап берейік. Бірінші, мәтін не туралы? Дұрыс айтасыңдар балалар, велосипед және велосипедтің пайдасы туралы. Ендеше, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңдаршы. Мәселен, велосипед сөзі қандай ұғымды білдіреді? Велосипед тебудің қандай пайдасы бар? Жақсы балалар, сендер дұрыс сұрақтар құрастыра білді деп есептеймін. Ендеше, келесі тапсырма, мәтіндегі В дыбысы бар сөздерді тауып, бұл дыбыстың айтылу ерекшелігін байқа дейді. Ал балалар, айтып көрейік, мәтінде қандай В дыбысы бар сөздер кездесіп еді? Велосипед, дұрыс. Автомобиль, трамвай, автобус. Өте жақсы балалар. Ендеше осы сөздердегі В дыбысын дауыстап айтып көрейікші. В. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Ендеше осы жаттығудың соңғы тапсырмасы велосипед пайдалы көлік тақырыбында өз ойыңмен бөліс дейді. Иә балалар, велосипед пайдалы көлік пе? Неліктен пайдалы деп есептейсіңдер? Осы тұрғыда мұқият ойланып көріңдер. Жақсы балалар, ендеше ережені мұқият есімізге сақтаймыз. В дыбысы. В дыбысы дауыссыз, ұяң дыбыс. В дыбысы сөздің барлық буынында кездесе береді. Мысалы, вагон, автобус, паровоз, Асқаров. Ендеше балалар, алған білімімізді тексеріп көрейік. Ол үшін 22-ші жаттығуға назар аударамыз. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ал ендеше бірінші сөйлемді оқиық қанекей. Мен мектеп
мектепке автобуспен барамын. Қажетті дыбысты қояйық, балалар. Екінші. Қыздар волейбол ойнады. Қандай дыбыс қойылады, ойландық ба? Келесі. Ұлдар футбол ойнады. Келесі. Олар вальс биледі. Мұқият дыбыстарды орнына қойып жазып шығамыз, балалар. Және жазып шыққанымызды мына мәтін бойынша тексереміз. Ендеше, балалар, сабақты қорытындылайық. Сендерге шығармашылық тапсырма. Қанекей, бүгін біз В дыбысымен өттік. Ендеше, осы В дыбысы кездесетін кез келген 5 сөз ойлап жазыңыз. Ендеше үйге тапсырма, балалар, 51-ші беттегі 21-ші жаттығуды орындаймыз. Сабағымыз аяқталды. Ендеше бүгінгі сабақта сендерге не ұнады? Түсініксіз мәселелер болды ма? Осы сұрақтар төңірегінде ойланып, мұғалімдеріңізге кері байланыс